Балалар, бүгін сабағым 27 сабақ, тасымал бірінші жаты өлеңді мәнерлеп оқып жаттап ал дейді. Ботам, айналайын ботам, қандай күлте жотаң, табандарын жалпақ, теріп жейсің жантақ. Иіліп тұр мойның, қанбайды екен ойның. Тостағандай көзің, әдемісің өзің дейді. Түйенің пайдасы қандай де? Түйенің пайдасы түйе бізге шұбат береді. Және де оның жүнінен нәски болмаса киім немесе көрпе тігуге болады. Түйе жүн көрпесіден. Және шөлді жерлерде түйенің пайдасы көлік болады екен. Бота, табан сөздер қалай тасымалданады дейді. Бота және табан деген сөздері бо, та, бан деп тасымалданады екен. Енді екінші жаты сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Түйе төрт түліктің бірі, ол шөлге төзімді. Тасымалдауға болмайтын сөзді тап дейді. Тасымалдауға болмайтын сөз төрт, төрт және ол деген сөз тасымалдауға болмайды екен. Енді ережені сақтап алыңыздар. Бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын екі буынды сөздерді тасымалдауға болмайды. От, сүт, шаш, ақын, орақ, іні. Үшінші жаттық сөздерді оқып, бұл сөздер тасымалдауға бола ма? Ата, ақын, іні, ауа, жент. Жент, әже, өрік, от, сүт дейді. Бұл балалар тасымалдауға келмейді екен. Өйткені бір буынды және алғашқы буыны бір дыбыстан тұратын екі буын сөздер тасымалдауға болмайды екен. Тасымалдауға болмайды екен бұл сөздерді. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.